мамырда қазалықта Құрметті отанның Умартынос печи, нас не план наша Родина печи. Не очень, не буду. Көктен құттықтаймын. Осы бейбіт күн үшін біз бабаларымызға, аналарымызға, ағаларымызға мәңгілік қарыздармыз. Ардагерлер, о менің мақтандарым, ұрпағына қалдырған тапқандарын көрген олар, соғысты төңкерісті көрген олар, заманның ақтаңдағын. Ардагерлер, көздері қарақтылар, жүздерінен шапағат тарап тұрар, көңіл алса тасиды дариядай, ерегісі жауларын қарап қылар. Ардагерлер, о менің тіректерім, жақсылыққа арнаған тілектерін, зұлымдық пен сұмдықты ертетін қандай ыстық сендердің жүректерің. Ардагерлер, ауылдың төрелері, өмірлері ғажайып өнегелі, бір жақсылық көрінсе көздеріне, бір елі тимес көкте төбелері. Ардагерлер, арыларын сатпағандар, дұшпандарын табанға таптағандар, ел басына күн туса ерге қонып түн ұйқысын төрт бөліп жатпағандар. Ардагерлер, ауылдың жарықтары, сендер барда шаңырақ тартпады, ойлайтыны заманның тыныштығы, ойлайтыны қашанда халыққамы. Ардагерлер, о менің мығымдарым, аласармай тұрсыншы тұғырларың, биік болып жүріңдер бұл өмірде, аңыз болып қалсыншы ғұмырларың. Бұл менің Аманкелді атам, яғни Қазалыға танымал агроном. Мен өз атаммен мақтанамын. Достар, бүгін міне 9 мамыр жеңіс күні, қазалылықтар жеңіс күнін өте керемет көңіл күйде тойлап жатыр. Және де ардагерлерге арнап ескерткіште қойып жатыр. Ауа райы кішкене бұлтты, бірақ та көңіл күйлеріміз керемет. Дидараласқанша достар.